Дәмді әрі тойымды тағамның түрі хечини картоппен. Бізге керегі бар жоғы айран, тұз, ас содасы және ұн. Нанды жұмсақ етіп елеу керекпіз. Қатты болмау керек, немесе тым жұмсақ болмауын керек. Баяу отта екі жағын пісіріп аламыз. Әр піскен хечинаның арасына сары май жағып отыру керек. Сонда одан да тәтті, дәмді, әрі тойымды болып шығады. Кешкі асқа бір идея болсын, ас болсын. Картошканы жақсылап толчонка етіп жасау керек. Себебі егер арасында комоктар болса, ол тестаны жыртып жібереді. Және тестаны қалың етіп істеу керек. Бірінші кезде, егер жұқа болса, онда нанда осылай жыртылып қалады. Сол үшін кішкене қалыңдау етіп, сонда екінші рет жайған кезде сонда жыртылмайды, ешқандай жыртылыстар болмайды. Мен кішкене жыртылып қалды. Себебі жұқа болып кетті және картошкаларым кішкене комокпен болып қалды.